Сәлем достар. Сіздермен тағы да мен Раушан. Жалпы мен соңғы кездері көп түсіріп жүрген жоқпын влогтар, бірақ та басымда жалпы жақсы бір керекті бір информация болса, мен түсіретін болғанмын. Қазір мен дәл қазір өзім бар жүрген сабақтарым, яғни сән үлгісі курсынан шықтым. Сонда алған білімімді қазір сіздерге мен барлығын айтамын. Үйге барып, өйткені қазір сыртта салқын, қолым тоңып қалды. Алматыда тұратын болсаңыздар, сіздер білетін шығарсыздар да, Алматыда Қазақстан Fashion Institute деген институт бар. Сол институтта бүгін бізде шашты қалай күту керек, шашты қалай бояу керек, тарау керек, сол жайлы сабақ өтті, және де бетті қалай бояу керек, сол туралы. Қиын емес, барлығы да оңай. Ең түсінгенім ол дұрыс продукция сатып алу. Мысалға, жалпы сіздерге қазір айтатын продукция ол кионе, ол шашқа арналған. Қай елдікі екенін білмеймін, бірақ та интернетке терсеңіздер сіздерге шығатын шығар. Жалпы айтып кететін ол сухой шампунь дейді. Барлығы да сухой шампунь фу деп ойлауларың мүмкін, бірақ та мен оны дәл сол жерде бір әйелге шашып соны көрсеткен. I've called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call you, never seem to be home. Hello from the outside, at least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. Сәлем достар. Мен Алматыдағы ең сүйікті жерімде отырмын қазір. Кім біледі бұл қай жер? Өнегеде Куршатыр. Біз қазір Есентайдың жанындамыз. Өте әдемі жер достар, өте әдемі. Есентайға келсеңіздер, Есентайға қарап тұрғанда, оң жағында осындай бір жер бар. Алматыда бұндай свечкалар бар ма? Ондай свечкалары қосылып тұрған жерлер өте аз. Яғни жаңа жылға дайындық Алматыда өте нашар, бірақ та Есентайда керемет. Қараң, можно да қойды? Бізде қазір кішігірім фотосессия жүріп жатыр. Телефонға. Мен фотоаппаратымды алып шыққанмын ғой. Фотоаппараттың зарядкасы отырып қалды. Енді қараңыздар. Дұрыстап көрсетейін мына жерде. Достар, шынымен де қазір видеода қаншалықты әдемі екені көрініп тұрған жоқ. Сондықтан да өздеріңіз келіп қарасаңыздар, керемет. Мен Крисмас кезінде, яғни Рождество кезінде, және де жаңа жыл кезінде Лондонда, Германияда барлық жерде болдым. Сондағы бір атмосфера кішкене беріліп тұр мына жерде. Керемет. Енді осы жерге мен үйге келіп тұрамын. Не деген әдемі, не деген. Маған фотосессияларын қараңыз. Скромный фотосессия, скромный. Надо елка тұр.
я вот так сделала? Да. Еще раз. Только вот в центр. Вот. Вот это? Да. Сейчас, стоп. Поехали. Еще раз. Міне, әдемі кадрлар осылай істелінеді, достар. Мынандай бір қатыгез достарыңыз болса, мынандай Голову покажи, шею. Что ты туда шею? подружкаларыңыз болса, мынандай салқында осындай әдемі сурет жасаймыз деп тұрып алады. Еще раз. Жалпы оны инстаграмдағы достарынан басқа ешкім көрмейді. Бірақ сол үшін жасайды осындай нәрселердің барлығын. А мен мына жердің әдемілігіне таң қалып тұрмын. Таң Все, қалып. ага, тут делай. Қараңыздар, Еще раз. өте салқын. Достар, менде вдохновение бір жерге қашып кетті. Ол қай жерге қашты, ештемені суретке түсіргім де келмейді, ештеме жасағым да келмейді. Ешбір қызық бір нәрсе жоқ. Міне. Hey, bitch. Осындай жынды адамдарды жақсы көрем жалпы. Достар, Алматыда тұратын адамдар болса, мына влогты қарап отырған, маған тағы да осындай әдемі жерлер болса айтыңдаршы. Айтыңыздаршы. Мыналар не істеп жүр? Не істеп жүр мыналар? Не істеп жүрсіздер? Біз кішігірім видео түсірейін деп жатырмыз. Сондықтан менің требованиямды әлі орындай алмай жатыр кішкене. Сондықтан біз жаурап ісіп кеттік. Дала өте суық. Қолымыз бәрі мұзымыз болып кетті. Ісіп қалды. Сондықтан үйге кеттік. Сондықтан қазір үйге барамыз. Үйге кеттік.